Мен Ерасыл Миразбек және Бахадыр Расулов солтүстік Кенияға өркениеттен алыста жатқан бірақ рухы мықты халықтардың мекеніне сапарға аттандық. Бұл жолы бағытымыз Рендили және Самбуру тайпалары. Шөлейтті аймақ, аптап ыстық, шексіз саванна. Бірақ дәл осы жерде ғасырлар бойы өзгермеген өмір салты сақталған. Біз бұл шығарылымда тайпалардың тұрмыс тіршілігіне жақыннан үңіліп, күнделікті өмірін өз көзімізбен көреміз. Біз олардың ауылына қонақ болып, балалармен бірге күліп, үлкендермен әңгімелесіп, салт дәстүрлерін тыңдаймыз. Және ең қызығы, қазақтың ұлттық асық ойынын тайпа балаларына үйретеміз. Көрмеген жерде көп, көрмеген елде көп. Сондықтан біз солтүстік Кенияның Самбуру тайпасындамыз. Бүгінгі шығарылым ерекше болмақ. Себебі біз көптен күткен Рендили және Самбуру тайпаларымен танысамыз. Өткен шығарылымда біз Найроби қаласын аралап, Африканың ең үлкен лашық аудандарының бірі Кибераға бардық. Сафари жасап, жабайы табиғаттың тынысын сезініп, аңдарды табиғи ортасында көрдік. Ол шығарылымдарды көрмесеңіз, міндетті түрде қараңыз. Ал бүгін жаңа бағыт. Мен және Бахадыр солтүстік Кениядағы Нгурунит ауылына жолға шықтық. Алдымызда шамамен 6 сағаттық жол бар. Жол бойы Кенияның көз сүріндірер көріністері мені таң қалдырумен болды. Нгурунит ауылы Ндотта тауының етегінде орналасқан. Бұл жер шөлейтті аймақтың ортасындағы нағыз оазис. 6 сағат жүріп, енді біздің екінші кемпке келдік. Енді осы жерден біздің тайпалармен танысу осы жерден басталады. Бүгінгі біздің жататын орын осында, мұны төсекті мен таңдаймын. Осындай кемптерде біз қонып, тайпалармен танысамыз. Енді мен үшін Африка кәдімгідей көп эмоция сыйлап жатыр. Әлі дұрыс басталған жоқ Африкамыз, бірақ та басталмай жатып ақ, ішімдегі бүкіл эмоциямды сіздерге жеткізе алмай жатырмын, бірақ жеткіземін деп ойлаймын. Кенияға саяхатшылар келген кезде көбінесе Найробиға келеді. Найробидан сосын шығып Масай Мара деген ұлттық саябаққа барады. Бәрі, шетелдіктердің бәрі, қазақтар да көбісі сол жаққа барып сафари жасайды. Ал біз болсақ, осы саяхатта басқа жолды таңдадық. Біз солтүстік Кенияға кетіп қалдық. Осы жердің тайпаларын зерттейміз. Енді мақтанышпен айтайын, бұл тайпалар туралы ағылшындар да, шетелдіктер де ондай көп шығарылымдар жасамаған. Оны жоқ десе де болады. Сонда мақтанышпен айтайын, мен бірінші болып осы жаққа келіп, видео шығарылым жасап жатырмын. Сондықтан достар, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Демалып, ертеңгі күнімізге дайындалайық. Себебі ертең біз Рендили тайпасымен жақынырақ танысамыз. Рендили тайпасының таңы түйелермен басталады. Солтүстік Кенияның аптап ыстығында шөл мен тастың арасында өмір сүріп жатқан Рендили халқы үшін түйе жай ғана мал емес. Ол тіршіліктің көзі. Біз қазір Рендили тайпасының ауылындамыз. Бұл жерде қазір таңғы сағат 7, қазір түйелерді сауады. Енді бұл жерде Рендили тайпасында түйелер өте көп. Бұлар кезінде көшпелі тайпа болған. Және түйелер бұл отбасының бір мүшесі секілді бұларға.
Таң сәріде жас балалар түйелерді саууға дайындап жатыр. Жаңа сауылған сүт олардың таңғы асы. Бұл сүт әрі тамақ, әрі сусын, әрі күш қуат. Мен де сауып, сол сүтті ішіп көрейін. Қазір сауылған саумалдың дәмі енді біздің шұбаттан енді өзгеше. Өйткені бұлар акация жапырақтарын жегеннен кейін бұның дәмі қант қосылғандай дәмді болады екен. Барып жалғастырайық. Ал үлкендері болса, түйелерді қарап, емдеп, жайылымға дайындап жатыр. Ауыл ақсақалы жастарды сырттай бақылап тұр. Иә, біз қазір түйелерді емдеп жатырмыз. Себебі ауру қазір тарап жатыр. Сондықтан да қазір біз мал дәрігерлерінің кеңесімен әр ауруға ем жасап жатырмыз. Қазір түйелердің арасында түрлі аурулар жүріп жатыр. Сондықтан оларды емдеуіміз керек. Мұны күн сайын жасайсыздар ма? Иә, осындай жағдай болған кездерде кейбірін таңертең, кейбірін кешке емдейміз. Мал көп болған кезде жұмыста көбейеді. Бұл біздің күнделікті міндетіміз. Түйе шөлге бейімделген, төзімді жануар. Сондықтан ренделелер үшін ол ең сенімді серік әрі басты байлығы. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, сонымен қатар осы ауыл туралы айтып берсеңіз. Менің атым Лорен Сомбили. Мен осы ауылдың тумасымын. Біздің ауылда шамамен 40 шаңырақтай бар. Мұнда тұратындардың барлығы бір әулет. Бауырлар. Біз өмір бойы осы ауылда отбасымызбен тұрып келеміз. Ауылда қанша адам тұрады? Қазір шамамен шатаспасам 120 адамдай тұрады. Жылдың барлық мезгілінде осында тұрасыздар ма? Жыл бойы. Осында тұрамыз. Күнкөрістеріңіз қалай? Көріп тұрғандарыңыздай біз түйе, сиыр, ешкі сияқты малдарды бағамыз. Басқа жерде жұмыс істемейміз. Тауып отырған барлық табысымыз осы малдан түседі. Малды сатамыз, балаларды мектепке жібереміз. Және, Құдайға шүкір, жағдайымыз жаман емес. Үйлеріңіздің құрылысы әртүрлі сияқты. Әртүрлі. Менің үйім мысалы ренделі үйі. Ал басқалары өзгеше. Кейбірі Самбор үлгісіндегі үйлер. Ал негізінде бұрындары бәріміздің үйіміз бірдей болатын. Бірақ уақыт өте келе кейбіреулер өзгеріс енгізе бастады. Дегенмен, мен өз үйімді мақтан тұтам. Сіздің қанша балаңыз бар? Менің 6 балам бар, 3 қыз және 3 ұл. Балаларға өте қызық. Бұлар енді бұл жерге енді осы тайпаларға саяхатшылар аз келгендіктен енді жылына тек максимум 20 адамдай келеді деп айтқан біздің еш. Бұл жаққа адамдар өте аз келеді, сондықтан ақ адамды көрсе, бұларға өте қызық. Шашын ұстайды.
бәрі қызық. Шашы да қызық, бәрі қызық. Өйткені мұндай шашты да көрген жоқ, өйткені бұлардың шаштары өте қатты. Біздің шашымыз жұмсақ қой, сондықтан қарайды. Үлкен бір ауылдың ішінде тек туысқандар ғана тұрады екен. Бәрі бір-біріне туыс. Және бұл жерде балалар өте көп екен, соны байқадым. Бүкіл жерде балалар жүр. Одан кейін бүкіл тіршіліктің бәрін бұлар таң ертесін жасайды, өйткені түске таман бұл жер өте ыстық болып кетеді. Ыстық болғаны соншалықты адамдар түк істемей үйде жатады. Үйлер ағаштан жасалған. Неге ағаштан жасалды десеңіздер, бұл баяғыдан бері келген. Мен бұл информацияны оқығам. Ағаштан жасалғандары бұлар көшпенді халық болғандықтан ағаштан жасау өте ыңғайлы. Қойды, кетті, басқа жаққа апарып қойды. Біздің енді киіз үй сияқты негізі. Бұл ауылда қанша түйе бар? Егер байқаған болсаңыздар, бізде шамамен 140 түйедей бар. Иә. Түйелерді сатасыздар ма? Иә, сатамыз. Бағасы қанша? Бір түйенің бағасы 80 мыңнан 100 мың Кения шиллингіне дейін барады. Және бағасы көлеміне, жасына және жынысына байланысты. Ал бізде еркегі де ұрғашысы да бар. Қалың мал ретінде де түйе бересіздер ме? Иә, қалың малға. Сол туралы түсіндіріп беріңізші. Иә, біздің дәстүріміз бойынша, егер жігіт үйленгісі келсе, ол қалың малын міндетті түрде төлейді. Қалың малдың бағасы 8 түйе. Оның 4-еуі ұрғашы, ал 4-еуі еркек. Қалың мал жасқа байланысты өзгере ме? Мысалы, қыз 20 немесе 30 жаста болса. Иә. Жоқ, бұл бекітілген мөлшер. Рендилі қалың малы жасына байланысты өзгермейді. Иә. Рендилі мен самбурудың айырмашылығы қандай? Айырмашылығы өте үлкен. Рендилі мен самбурудың айырмашылығы киім үлгісі жағынан ұқсас болуы мүмкін, бірақ алайда екі жақтың да мәдениеті жер мен көктей бөлек. Киім үлгісі демекші, ауылды аралап жүргенде көзге түскені рендилі әйелдері болды. Олардың киімі өзіне бірден назар аудартады. Сол туралы сұрастырайық. Киімдері туралы толығырақ айтып бере аласыз ба? Иә. Ең алдымен бұл біздің рендилі дәстүрлі киіміміз. Және де біз оларды ата-бабамыздан бері киіп келеміз. Әсіресе түрлі рәсімдерде міндетті түрде осы киімді киеміз. Кейде күнделікті өмірде де осылай жүреді. Ауыл ішінде адамдарды дәл осындай киіммен кездестіруге әбден болады. Біздің киіміміздің негізгі бөліктері былғары, және де мына мойнындағы түрлі түсті моншақтар. Бұл моншақтарды біз бурхуча деп атаймыз. Бурхуча. Оның мағынасы өте ерекше. Жаңадан ай туған кезде біздің әйелдер осылай киініп арнайы рәсім жасайды. Және де бізде жаңа айды қарсы алу дәстүрі бар. Сол кезде біз мүйіздерді көтеріп, белгілі бір ғұрыптар жасаймыз. Және де мына былғары ешкі терісінен жасалған. Киімнің басты элементтері осы былғары мен бас киімі. Ал бас киім күннен қорғау үшін бе? Қазір ол күннен қорғайды, иә. Бірақ бастапқыда ол жай ғана сәндік элемент болған. Бұл әйелдердің мәдениетке сай өмір сүруінің бір белгісі. Яғни бұл дегеніміз осылай жүруі керек болған. Қазір заман өзгерді, көп әйелдер бұл киімдерді үйлерінде сақтайды, бірақ күнделікті кимейді. Иә, негізінен мерекелерде ғана. Мойындағы қабат-қабат моншақтар жай ғана әшекей емес. Олар әйелдің жасын, әлеуметтік мәртебесін, кейде отбасылық жағдайын да білдіреді. Кейбірінің мойындағы үлкен, жалпақ әшекей алыстан-ақ көз тартады. Ол тұрмыс құрған әйелдің белгісі. Құлақтарындағы ауыр сырғалар, күмістен жасалған бұйымдар, байлық пен дәстүрдің көрінісі.
Рендилилер шығыс кушит тілінде сөйлейді. Лингвистикалық зерттеулер олардың тілі сомали тілдеріне жақын екенін көрсетеді. Кейбір ғалымдар рендили халқының арғы тегі қазіргі Эфиопия мен солтүстік Кения аумағындағы көне көшпелі кушит тайпаларымен байланысты болуы мүмкін деп есептейді. Осылардың үйі қандай екен ішіне соны көрейік. Үйінің іші осындай болып тұр. Hello, hi, Джамбо. Үйлерінің іші тарлау, кішкентай. Сырттан бағана көрген болатынбыз. Іші осындай. Күн түні ошақта адамдар осындай үйдің ішінде тұрады екен. Қасыма балалар келді. Yama. Хай. Ой, йодары. Балалармен бәрі қызық көріп жатыр. Үйлерін көрдік. Бұл жерде жатады. Үйдің ішінде ар жақта тауық жүр. Және осы үйдің ішінде бірнеше адам тұратын секілді. Енді іші ыстық. Мына жерде тамақ жасайтын орын. Yama. Ой, yama. Іші осындай екен. Көріп тұрғандарыңыздай бүйтіп көтерілсе болады. Басым төбесіне тиіп тұр. Енді балалар енді менің тіліме күліп жатыр. Шықтым, енді іші өте ыстық екен. Осындай үйдің ішін көрдік. Сыртын жоғар жағын бейтіп кәдімгідей қаптап тастаған екен. Мынандай күннің сәулесі өтпесін деп. Үстіне баяғы ескі джинсылы, ескі киімдердің бәрін үстінен жамап тастаған екен. Бір қызықты факт айта кетейін сіздерге. Бұл жерде ер адам үйленетін болса, ол өз әйеліне үй салып береді екен. Бүкіл жерде тұрған үйлер ол әйелдердің үйлері. Мысалға, бір жігіт бірнеше әйел ала алады екен. Сондықтан, мысалға, бір жігітте ер адамда бірнеше үй болуы мүмкін, әйелдерінің үйі. Бұл жерде мен саған үйленем деп айтпайды екен. Мен саған үй тұрғызып берем дейді екен. Отау құру деген секілді. Рендили қоғамы жас кезеңдеріне бөлінеді. Жас жігіттер жауынгерлер, морандар деп аталады. Олар ұзақ уақыт бойы отбасы құрмайды. Мал күзетеді, қауіпті аймақтарда жүреді. Сол туралы сұрастырайық. Бұлар жаңа буын. Жаңа буындар ауысып отырады. Бізде буын әр 10 жыл сайын ауысып отырады. Және алдыңғы буын ол менің буыным болған. Ал содан кейін мыналар келді. Мен де кезінде дәл осылар сияқты болған. Дәл осындай шаш үлгісін қойған болатынмын. Және қазір бұлар морандар. Бұл біздің мәдениетіміздің бір бөлігі. Олар осылай шаш өсіріп, ерекше үлгіде өріп жүреді. Кейде әшекейленіп шыққанда өте әсерлі көрінеді, өздерің көргендей. Бұл шаш үлгісі олардың буын мерзімі аяқталғанға дейін сақталады. Және де кейін олар үйленіп кетеді. Және жаңа буын басталады. Мысалға мына бала. Олар үйде тамақ ішпейді. Тамақты әйелдермен бірге ішеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Олар тамақты өздері алып, сыртта, далада, бұта ішінде дайындайды. Бұл олардың өмір салты. Олар әйелдермен немесе балалармен бірге тұрмайды. Жоқ, оған рұқсат жоқ. Және көп нәрсені әйелдердің көзінше істемейді. Тәртіп өте қатаң. Ол неше жаста? Бұл бала 27 жаста. Margaritin digidam masaba nagada. Ya metar si mama nale da gilgil. Abin. Иә, 27-де.
мұран деген не? Біздің мәдениетте олар сарбаздар сияқты. Иә, олар ауылды, түйелерді, малды қорғайды. Иә, егер қауіп төнетін бір жағдай болатын болса, жаумен шайқасатын солар. Иә, мен сияқты отбасысы бар адам мысалы барып соғыса алмайды ғой. Жоқ, балалы шағалы ер адамға рұқсат етілмейді. Сондықтан морондар біздің сарбаздарымыз. Сіздердің жауларыңыз кім? Біз негізі Туркана халқымен шектесеміз, сондай-ақ Борана халқымен де шекараластырамыз. Қуаңшылық кезінде жайылымыз деп бір жерден екінші жерге көшіп жүре береміз. Сол кезде шекара маңында кездесіп соғысып қалуымыз мүмкін. Иә, кейде мысалы шөп пен су үшін жанжал шығып қалатын кездер болады. Дәл осылай көшіп қонып жүрген кездері қақтығыстар туындауы әбден мүмкін. Иә, мал ұрлау, түйе ұрлау дегендер болып тұрады. Иә. Қазіргі таңда жағдай қалай? Қазір ондай жағдайлар мейлінше азайып келе жатыр. Үкімет пен қауіпсіздік шараларының арқасында бұрынғыдай емес. Иә. Осы Рендили тайпасы суды қайдан алады деген сұрақ бізді ауылдың басқа бөлігіне алып келді. Мұнда не істеп жатырсыздар? Олар ешкілерді суарып жатыр. Бұл біздің күнделікті міндетіміз десек болады. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда ешкілер, түйелер және сиырлар бар. Және де мына ешкілердің бір жақсы қасиеттері бар. Олар 3 күнге дейін су ішпей жүре алады. Бүгін мысалы 4-ші күн. Оларды суарып жатырмыз. Ал түйелер 7 күнге дейін су ішпей шыдайды. Бүгін мысалы 8-ші күн. Мұнда әркімнің өз міндеті бар. Барлығы бірігіп малды айдап әкеліп, суарып, кейін қайтадан жайылымға жібереді. Бұл біздің күнделікті тіршілігіміз. Бұл мысалы ән салатын құдықтар. Көріп тұрғаныңыздай, қазір олар құдықты дайындап жатыр. Жаңбыр жауып тоқтағаннан кейін адамдар келіп, құдықты қайта қазып, тазалап, пайдалануға дайындайды. Сондықтан бәрі жұмыспен айналысып жүр. Олар ән айтып жатыр ма? Ән айту, иә, ән айтады. Бұл оларды жігерлендіреді. Өйткені жұмыс өте ауыр, адам тез шаршайды, тіпті тізең ауыруы мүмкін. Және де ән айту арқылы бір-біріне күш береді. Шаршағанын ұмытады. Әннің өзінде ерекше сезім бар, рух бар деп айталам. Қазір артында өте қызықты көрініс болып жатыр. Бұл жерде адамдар осы жердің жергілікті тұрғындары келіп, малдарына келіп, бұл жақта су береді. Бұл жерден суды қайдан алады? Жаңбырлы кезеңде мына жердің бәрін су кәдімгідей шаяды екен. Одан бөлек жаңбырлы сезон кезінде осы қазып қойған құдықтарға сулар толып қалады екен. Сосын қазып осы жердің суын алады да малға береді. Түйеге, ешкіге береді. Одан бөлек бұлар өздері шаршамау үшін, бағана естідіңіздер ғой, олар өлең айтады. Өлең айтқан кезде олар шаршамайды. Одан кейін бұл ауыр жұмыс қой. Қазады, құмдалады да шашады. Одан кейін астындағы суды алады да үстіне бүйтіп шығарады. Бұл жерде енді бұл кішкентай құдық. Бұдан да үлкен құдықтар бар. 12 адам жұмыс істейтін құдықтар бар дейді. Шөлде байлық түйемен өлшенсе, тіршілік сумен өлшенеді. Ал судың қадірін ең жақсы білетіндер дәл осылар. Достар, саяхаттың ең керемет жері ол жаңа адамдармен танысу. Жаңа мәдениетті көру, ел көру, жер көру. Одан бөлек түсіне көрмейтін, өмірінде де ойламайтын тамақтардың дәмін көру. Әр саяхат ол жаңа өзіңмен танысу, менің ойымша. Ал сол жаңа өзіңді тану үшін ең оңай жолы ол авиасейлс қосымшасы арқылы арзан әуе билеттерін сатып алып, саяхатқа шығу. Саяхаттаңыздар, достар. Өйткені саяхат сізді
кішігірім болса да өзгертеді. Қазір артында менде осы жергілікті тайпалардың базары. Бұл жерге әр жақтан осы жерде орналасқан тайпалар келіп, мысалға ешкілерін сатады, лақтарын сатады, одан бөлек қаладан бір нәрсе сатып алып келеді, осылай бір-бірімен алмасып, сатысып жүреді екен. Адам деген көп, мысалға көп адамды мен түсіре алмаймын, өйткені түсірсең ақша сұрайды екен. Бір адам келеді де, мені түсірсең маған 1000 шиллинг бер дейді. Одан бөлек көбісі бұл жерде енді ішіп алған дейді, қолдан жасалған сыраны ішіп, кішкене олар агрессивті болады деп жатыр да бізге, біздің гид. Сондықтан байқап жүріңдер дейді. Көп түсіре бермеңдер, түсірсеңдер ақша төлеу керексіңдер дейді. Сондықтан алсаң түсірем ба деп ойлаймын. Қазір бұл жерде жергілікті ресторан бар екен, кафе. Осы жаққа келіп адамдар келіп тамақ ішеді екен. Осы қатты кішкентай осындай лашықтарда адамдар келіп тамақтанады екен. Өте қызық, тамақ жасап жатыр ішінде. Шын көрсек, мына жақта тамақ жасап жатыр. Ішінің осындай. Мына жаққа келіп адамдар отырып тамақтанады екен. Мына жерге отырады. Мына жақтан тамақ дайындайды, ет дайындайды, заттарын дайындайды, сосын мына жаққа келіп тамақтанады екен. Су бар, бәрі бар. Күшті. Мына жақта заттар бар. Осындай заттар көп екен. Thank you. Тамақтар бар. Кеп тамақтанады екен адамдар. Достар, біз Рандили тайпасымен таныстық, тұрмыс тіршілігін көрдік, суды қайналатынын көрдік, кейбір қызықты фактілермен де таныстық. Ал енді қазір біз екінші тайпамен танысуға жолға шығайын деп жатырмыз. Ол тайпаның аты Самбуру тайпасы, және сол жақ олардың тұратын жеріне біз 2 сағатта жүреміз. Енді жолға шығайық. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл арнада қызықты да танымдылық шығарылымдар шығады. Одан бөлек Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал Рендили тайпасымен таныстық. Ендігі мақсатымыз Самбуру тайпасымен танысу. Гурунит ауылынан шығып, Саутхор деген ауылға аттандық. Жолымыз шамамен 3 сағаттай. Үш сағаттай жүріп, 2 сағат емес, 3 сағаттай жүріп, біз Самбуру тайпасы мекендейтін өңірге келдік. Енді осы жерде біз Самбуру тайпасының көне киімдерімен танысып, одан кейін өмір тіршілігін көретін шығармыз. Бүгінгі қонатын орнымызда ауылдың жастарын шақырып, бізге таныстырмақшы. Достар, біз Самбуру тайпасындамыз. Лексек. Hi, по видео. Самбурулар Нило тобына жататын халық. Олар тілдік және мәдени жағынан Масай халқына өте жақын. Тіпті олардың тілдері де ұқсас. Самбуруларды кейде солтүстік Масайлар деп атайды. Бірақ олар өзін бөлек халық ретінде таниды. Самбуру әйелдері түрлі түсті моншақтан жасалған үлкен алқалар тағады. Әшекей тек сән үшін емес, ол әйелдің тұрмысқа шыққанын, балалы екенін, әлеуметтік орнын көрсетеді. Киімдеріне біз сәл кейінірек тоқтаймыз. Бүгінгі күн енді шынымен де өте қызықты өтті. Менің бірінші тайпам, сосын біз өзіміздің қазір 3-ші кемпқа келдік. Бүгін таңертеңгісі біз Рандили тайпасын көрдік. Енді шынымды айтсам, бұл менің бірінші тайпам. Одан кейін мен кәдімгідей сезімім өзімді бір National Geographic-тің деректі фильмінде жүргенде болдым. Енді өзіме көзіме сенген жоқпын. Олардың үйлеріне кірген кезде, одан кейін үйіне кіріп өте кішкентай, бәрі ағаштан жасалған. Енді бір жағынан ойлайсың, вау, күшті, екінші жағынан аяйсың да адамдарды. Қалай кедей өмір сүріп жатыр. Енді білмеймін, олар үшін қалыпты жағдай шығар. Бірақ ананы өз көзімен көрсең, кішкене жүрегің бір ауырады екен. Сондай бір кішкентай бір сезім болды. Менің ол сезімдерім өтіп кеткен.
Мен бірінші тайпаны көрген кезде сондай болды да, одан кейін үйреніп кеткем. Ондай не жоқ қазір. Жүрген жерімді былай қараймын да, көріп, не аламын да, мақұл. Бірақ бүгінгі ғана киімдері өте енді ұлттық киімдер енді шынымен де өте әдемі. Маған қатты ұнады. Мойындарында андай не киіп алады. Кәдімгі андай бисерден жасалған әдемі мойыншық. Әдемі керемет болып көрінеді. Ал енді қазір біз жататын шығармыз, жатып, біз кеш батады, жатамыз. Одан кейін ертең ертесі Самбуру тайпасына барып, сол тайпамен танысамыз, Иә, сол болды. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Керемет контент болады. Расул мырза мен бірге адам қазақ аяғы басып баған жерге барады. Қазақтар бұл жерге келмеген екен әлі. Сол жатайық, демалайық, ертеңгі сапарымызға дайындалайық, ертеңгі тайпамызға дайындалайық, мәліметтерді оқиық, ауқаттанып алайық. Қазір бүгін біз жататын орнымызды дайындаймыз. Біз палаткаларды ұйықтаймыз бүгін. Жататын орнымызды дайындап, демалайық. Бүгін осындай палаткада қонамыз. Ішіне жататын орындарды кіргіземіз де. Бұл жақта ұйықтаймыз. Қазақстан. Таңғы сағат 7. Ұйқымызды ашып жатырмыз. Кеше жолдан шаршап сағат 8-де жатып қалғам. Кешкі сағат 8-де. Сөйтіп бір кезде оянып кетем. Ішімнен таңғы сағат 5 шығыр. Кішкене тұрып дайындалу керек десем, түнгі сағат 12 екен. Сәлем сағат 12 болды ма десем, 12 болды дейді. Жаттым түні бойы, ұйқым енді түні бойы ойына бердім. Өйткені түнде өте қатты суық екен. Футболкамен жатқан болатын, сосын үстіме тағы заттар киіп алып жата бердім. Бір түннің ішінде бір 7-8 рет оянған шығармын. Өйткені дауыстар, мына жақтан балалар айғайлап жатады. Ар жақтан білмеймін, әртүрлі дауыстар шықты. Ал енді қазір біз бір сағаттан кейін Самбуру тайпасына баруға тиіспіз. Ол енді тайпасының, Самбуру тайпасы үлкен ғой, оның мекендейтін жері үлкен. Біз солардың бір ауылына барып, солардың тіршілігін көрсетеміз. Қазір мен заттарын жинап, сол ауылға баруға дайындалайын. Бірнеше күн болды жұмбағалы. Сөйтіп, менің шашым өте жұмсақ болғандықтан кепка киіп жүрмін. Солай. Ал, дайындалайық. Өзіңізді таныстырып, Самбуру тайпасы туралы қысқаша айтып берсеңіз. Менің атым Питер болады. Мен Самбуру тайпасынанмын, және Кения азаматымын. Самбуру халқы негізінен Нилот тобына жататын халық. Олар Кенияның солтүстігінде тұрады. Біз Туркана халқымен туыстас Нилот халықтарымыз. Бірақ мәдениетіміз бен өмір салтымыз бөлек. Әртүрлі аймақтарда өмір сүреміз. Самбурулар таулы жерлерде, жазықталада тіршілік етеді.
күнделікті тіршілігіңіз қалай өтеді? Негізінен біз ешкілерді бағамыз. Кейде қала жаққа барып, қысқа мерзімді жұмыстар іздейміз. Сол табысқа азық-түлік сатып аламыз. Көбінесе күнкөрісіміз осы малға байланысты болады. Ешкі сатамыз. Мысалға айтатын болсақ, кішкентай ешкі шамамен $4 немесе $5. Иә, кішкентайлары кішкентай. Ал үлкендері $10 барады. Иә. Бір сиыр шамамен 50.000 кения шиллингі тұрады. Сәлем достар, менің атым Самака. Мен нағыз Самбуру тайпасынан болам. Касталық жүйеге жатпаймыз. Түкпілік Самбурумын. Қазір біз Саудур деп аталатын жерде тұрмыз. Бұл Чалби шөлінің маңындағы оңтүстік аймақ. Біз көшпелі өмір салтын ұстанамыз. Бірақ біздің халықтың негізгі тіршілігі мал шаруашылығы. Біз ешкі мен сиырға ғана сүйенеміз. Бұл маниатта. Яғни біздің қоныс. Әр отбасының шамамен 20-30 ешкісі мен сиыры болады. Сиырлар қазір тауда. Себебі ол жақта жайылым бар. Біз көшпелі малшылармыз. Бұл біздің тұрақты қонысымыз емес. Қуаңшылық немесе аштық болған кезде біз жаңбыр жауған, шөбі бар басқа жерге көшіп кетеміз. Солай. Сіздер бұл жерде тұрып, кейін қоныс ауыстырасыздар ма? Иә, құрғақшылық немесе қиыншылық туындаған кездері біз басқа жерге көшіп кетеміз. Иә. Үйіңізді көрсетіп, түсіндіріп бере аласыз ба? Енді сіздерге біз тұратын үйдің түрін көрсетіп шығайын. Бұл үйлер тұрақты емес. Өйткені адамдар бір жерден екінші жерге көшіп жүреді. Жоғарыда айтқанымдай, біз көшпелі малшылармыз. Малға су мен жасыл жайылым іздеп қоныс аударамыз. Сондықтан біз тұрақты берік құрылыс салмаймыз. Қазір сіздерге біз қалай өмір сүретінімізді бұл үйде ең көбі қанша адам ұйықтайтынын көрсетем. Бұл үйде төсек жоқ. Төсек орнына жануарлардың терісі пайдаланылады. Міне бұл үйі. Үй салуға қолданылатын материалдарды көріп тұрсыздар. Бұл кәдімгі қалың ағаш емес. Ағаштардың ұшар басындағы жіңішке бұтақтарынан жасалады. Сол бұтақтарды кесіп алып үй тұрғызады. Сондықтан бұл үй тұрақты емес. Қоныс ауыстыру қажет болған кезде олар үйді бұзып, барлық заттарын жинап алып кетеді. Көшу кезінде материалдарды бір жерден екінші жерге тасу үшін ересектерді пайдаланады. Иә. Міне айналадағы ешкілер, олардың негізгі байлығы. Бұл адамдар тек малмен күн көреді. Олар егін екпейді. Кәсіпкерлікпен айналыспайды. Негізгі тіршілігі ешкі мен сиырлар. Сондықтан оларды көшпелі малшылар деп атаймыз. Иә. Ішін көрсете аласыз ба? Иә. Енді сіздерге үйдің ішін көрсетейін. Біздің жалпы қалай өмір сүретініміз, қалай ұйықтайтынымыз, және мысалы, бұл үйде шамамен 5-6 адам ұйықтай алады. Әдетте бір үйде 5-6 адам тұра алады. 5 немесе 6 адам. Қазір ішін көрсетем. Іші сәл қараңғылау. Мінекей, біздің төсек орнымыз осындай. Көріп тұрғандарыңыздай бізде кәдімгі төсек жоқ. Бұл да тұрақты емес. Қажет болса, бұзып өзімізбен бірге алып кете аламыз. Иә, және бұл жердегі адамдар матрас қолданбайды. Төсек орнына жануардың терісін пайдаланамыз. Иә, біз материалдық заттарға аса мән бермейміз. Өмір салтымыз қарапайым. Мынау біздің ұйықтайтын орнымыз. Ал мына жерде бізде ас дайындайтын бұрыш. Былайша айтқанда ас үй. Ас үйде осы үйдің ішінде орналасқан. Және үйдің ішінде бөлек бөлмелер жоқ, бәрі бір кеңістікте. Ал мынау тұрмыстық ыдыстарымыз.
осылармен ас дайындаймыз. Gogor demal. Бұл ыдыстар O. бұл сүт сауатын ыдыстар. Бұл ыдыстармен ешкілердің сүттерін сауып аламыз. Бұл сүт сауатын ыдыстар ағаштан және жануар терісінен жасалған. Иә, жануардың терісінен жасалған. Қақпағы да теріден. Оларды өзіміз жасаймыз. Мал сауғанда осындай ыдыстарды қолданамыз. Ал мына көріп тұрғандарыңыз кептірілген ет. Біздің негізгі тағамымыз ет пен сүт. Иә, міне көріп тұрғандарыңыз біздің азығымыз. Бұл кептірілген ет. Бұл сақтауға арналған кептірілген ет. Мұнда ата әжең тұра ма? Иә, бұлар менің ата әжем. Ал анам Манияттаның басқа бөлігінде тұрады. Манияттаның. Ал мұнда менің ата әжем. Қазір балалармен біз асық ойнайын деп жатырмыз. Өзіміз Қазақстаннан асық алып келгенбіз. Қазір кішкентай балалармен асық ойнаймыз. Қызық болуға тиіс. Listen. We need 5. Only 5. So we put the here like this. Қазір балаларға біз асық ойнауды үйретіп отырмыз. Өзіміз бірге бақа алып келген асық. Әртүрлі асықтар екен. Кәдімгідей бояп дайындап алып келіпті асықтарды. Қазір соны ойнаймыз. We have 5 guys. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kamera. Okay. Okay, from here. Yo date ne, odun ne. Yeah, we need to strike. Okay? Good. Behind. Mai, matın lan. Öyle ben inci. Oh! Африка елінде, Кенияда қазір асықты ойнау модада болады құдай қаласа. Моданы біз алып келдік. Давай тағы бір партия ойнаймыз ба? One more time? Да, one more time, yeah? Қазір Самбуру тайпасына қалай асық ойнау керек екенін түсіндіріп жатырмыз. Енді болашақта бұларда ешкі көп қой. Айтамыз, болашақта ойнағыларыңыз келсе, кесесіндер андай ешкіден алып ойнасаңыздар болады деп түсіндіріп жатырмыз. Бақа беріліп кетті ойынға. Сол түсіндірдік. Қазақстаннан шоколад алып келгем. Енді сол шоколадты қазір балаларға, үлкендерге таратамын. Қазақстанның шоколады. Қазір таратамын. Правда? Я правда. Айтпақшы, өткен Унгурунит ауылында кешкісін бізге сол аймақта тұратын Самбуру тайпасы келіп, өздерінің ұлттық биін көрсеткен. Және мен олардың киімдері туралы біраз ақпарат алдым. Соны сіздерге көрсетейін. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Самбуру халқының негізгі мәдени ерекшеліктері туралы, нақтырақ айтқанда киімдері мен әшекейлері жайлы айтып бергіміз келеді. Ең алдымен бастарындағы қауырсындарға назар аударыңыздар. Бұл марандардың иерархиялық дәрежесін білдіреді. Және мойнындағы алқалар негізінен әсемдік пен тартымдылық үшін тағылады.
әсіресе түнде ән айтып би билеген кезде қыз келіншектердің назарын аудару үшін қолданылады. Міне шаш үлгісі де тартымдылықтың белгісі. Олар шаштарына қызыл топырақ жағады. Бұл сыртқа келбетті айқындап, би билеп жатқан кезде ерекше әсер қалдырады. Би билеген кезде шаш жоғары серпіліп көзге бірден түседі. Моншақтардың да өз мағынасы бар. Кейбірі жай әшекей үшін тағылатын болса, кей жағдайда белгілі бір мәртебені білдіруі мүмкін. Кейбір әшекейлер адамның өмірлік тәжірибесін, ерлігін көрсетеді. Бірақта бұл жігіт әлі ондай кезеңнен өткен жоқ. Киіміне келсек, сыртындағы матаны шешетін болса, сыртындағы матаны шешсек, астында тағы бір бөлігі бар. Ол түнде жамылатын төсек жабдық ретінде қолданылады. Белінде пышағы бар мынандай. Ол қорғаныс үшін, ағаш кесу үшін, немесе ет турау үшін пайдаланылады. Бәріне қолданылады. Аяғындағы аяқ киімдері өте берік. Олар тікеннің қадалуынан қорғайды. Қолындағы таяқ шағын нұсқасы, әдетте түнде жүргенде қорғаныс үшін үлкенірек түрін алып жүреді. Үлкенірек түрін алып жүреді. Мынау құлақтағы немесе денедегі тесу белгілеріне қатысты әшекей. Ол да моран кезеңін білдіреді. Ауырсынуға төзімділікті көрсетеді. Бұл олардың өмір салтының бір бөлігі. Ал мына әшекей сүндетке отырғызу рәсімінде беріледі. Бұл жігіттің жаңа кезеңге өткенін білдіретін белгі. Менде де бар. Мен моран емеспін. Бұл әшекейдің екі бөлігі болады. Қажет кезде шешіп алуға болады. Артында қазір Самбура тайпасының ұлттық билері билеп жатыр. Достар, сіздермен Эрендиль және Самбура тайпаларымен таныстық. Шығарылым ұнады деген ойдамын. Ұнаса арныма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Келесі шығарылымда бізді Туркана және Эльмола тайпалары күтуде. Әр шығарылым соңында пленкаға түсірген фотолар. Соны тамашалайық.